Бәрі сәлем, бүгін бізде жаңа влог. Мен қазір магистратурада оқып жатырмын Казанда, көбісі білмейтін шығар. И вот будни магистранта шығып жатыр, потому что мына жақтың барлығын бояп жатыр. Қазір. Мен ғана жақсы көремін болсын, естіп. Бакалаврда оқығанда тек филфакта ғана біздің сабақтар болса. Қазір магистратурада біз әртүрлі факультеттерде оқимыз. Мысалы, бүгін бізде бірінші геофакта болды, потом физтехта болып жатыр. Вот. Түсінбей жатқан болсаңыздар, бізде факультеттер әр зданиеде орналасқандықтан біз бір зданиедан шығып екінші зданиеға барамыз. Сағаттан шықтық. Енді қазір жұмысқа барып жатырмын. Бүгін біз енді короткий день получился, поэтому ертеңді еще добавим. Ертең бізде тоже самое үш сабақ. Ну, басында бізде аттан басы всегда оңай. Вот. Жалғастырамыз. Мен қазір лифттамын. Кітапхана лифтінде. Кітапханада сабақ оқыттым. Қазір енді біздің сабағымыз басталып жатыр. Соған барайын жатырмын. Бір күні кітапханаға обзор жасаймын. Барлығын түсіріп. Қазір тағы да күшті ауа райы болып тұр. И мен мынау зданиеға бару керекпін. Геофакқа. Біздің огромный үлкен кітапханамыз. Ішінде барлығы бар. Бұйырса бір күні түсіремін сіздерге. Сондай күшті ауа райы болып тұр, маған ұнап жатыр. Қыста прям қатты суық болғанда не да телефоны болады, не да камера болатын. Еще біріне, мысалы біз бакалавриат, біз барлығымыз өзіміздің тобымыз ғана оқитынбыз, ал қазір магистратурада біз әртүрлі мамандықтарына қосылып оқимыз. Мысалы, бізде лекцияда бізде 35 мамандық оқиды екен, ойлаңыздар. Ал семинарларда біз бір 45 мамандық бірге қосылады әрқашан. Что очень странно, например, нейрохирургия мен филология екеуі бір сабақта оқиды, ойлаңыздар. Қызық, иә? Турникет факультетке кіретін жер. Яқтан кілт аламыз. Сабақ бітті бізде. Енді қазір үйге қайтып бара жатырмыз. Күн күшті өтті. Өйткені бізде бүгін үш-ақ сабақ болды. И сабақтар бізде 4-те басылады, 7-те осындай күшті күн не болып тұр? Жарық болып тұр. Сабаққа дейін не істедіңіз? Сабаққа дейін сабақ өттім. Универден қайтып келе жатырмын. Дала сондай қараңғы болып. Қазір маған аптекаға кіріп, боржоми мен мукалтин алу керек, потому что Айса заболела, поэтому нужно купить. Соған бара жатырмын. Бүгін бізде 3-ші күн универге келдім. Қазір мен мына жақпен кіріп жатырмын. Экономфак жақпен. Потому что менің сабағым бүгін экономфакта. Әр сабағым, әр факультетте естіп жүреміз. Бізде французский бітті, екінші сабаққа басқа сабаққа келді. Сіз не ғой? Ертең ұмытпаңдаршы, пожалуйста, межкультура мен шет тілі. Который ертең неге ноутбук алып келу керек. И Wordқа салу керек та. Короче, сол Word'ың бәрін біріктіреміз да, и немен проектормен қосамыз да, и қайсысын ұнайды, қайсысын ұнамайды, соны алып қойсаймыз. Қалымтармен. Папаға да еркелей берсем болады. Папаға еркелей. Тағым еркелей. Айгер папаға еркелей. Сабақтан шықтым, енді кітапханаға барып жатырмын. Адам прям көп. Кітапханада уже сабақтарға дайындаламыз, потому что бір аптадан кейін уже бізде сессия басталады. Сол баяғы лифт, сол баяғы кітапхана. Мен сабақ оқуға жатырмын. Кітапхананың екінші этажында осындай су құйып алатын жер бар. Мынаны қоясыз и асасыз. Мына жерде былай ішсеңіз де болады. Өте ыңғайлы, прям білмегендер болса, казмущиктар біліп жүріңіздер. Мына жағында музей бар. Бірінші курста келіп прям қызық болған бізге. Күн суып кетті уже.
жел соғып жатыр. Бір күнде сондай бос уақытым болмайды. Прям барлығын расписаниемен жүремін бүйтіп. Тек өзіме 2 күнді арнап демалыс қойғам. Суббота, воскресенье. Қалған күндер барлығында мен жұмыстамын, сабақта. Ноутбук алып келемін сабаққа, потому что сабақтан кейін менде жұмыс, либо сабаққа дейін жұмыс болады, а мен жұмысым барлығын ноутбукпен жасаймын да. Сол үшін мен қасымда всегда ноутбук жүреді, поэтому мен үлкен сумкалар ұстап жүремін. Либо шоппер такие. Мына жерде әдемі тулар. Қазір сабақ өтіп жатырмын. Мына жақта бізде ноутбукпен түсіндіремін барлығын. Мына жерде бізде ауызша уақыт болады. Соған қазір мен қыздарға тек салып келгенмін. И алма алып келдім. Мен сэндвич, твикс, алма мен аузымды аштым. Енді сағат 8 болды. Мен үйге қайтып бара жатырмын. Күшті ауа райы болып тұр далада. Безрукавкамен спокойно кетіп бара жатырмын. Жып-жылы. Сәлем қайтадан. Бүгін бізде келесі влогтың жалғасы. Мен қазір қазудамын. Сабаққа ерте келіп алдым 40 минутқа. И қазір мына жерде бізге тапсырмалар берген. Пересказ, тексті соларды қайталап жатырмыз. Бүгінгі сабағымыз экономфакта болды. Сабағымыз бітті. Андай аудиторияда. Енді біз қазір геофакқа барамыз. Кітапханадан шықтым. Бағана мен, кажется, түсірген жоқпын. Кітапханаға келе жатырмын деп. Сабақтан шықтым, потом кітапханаға келдім. Қазір сабағым барлығын жасап болып, үйге қайтып бара жатырмын. Сағат уже 5-тен кетті. Мен негізі өзіме петличка алып жүремін деп ойладым да, но тастап кетемін каждый раз. И маған дауыс качественно жақсы естілген қалаймын да. Қазір шашап тұрмын ше, білмеймін. Еще қалай айтсам болады, мен влогтарым бар шашылып кетті да. Қанша күн бар, и оның басы бар, аяғы жоқ. Көбісі сондай да. И оларды қалай қосам, мен қазір білмей тұрмын да. Бүкіл түсіріп жүрген еңбегім далаға кетті ма, мен оның бәрін салмай қоямын ба деп ойлап қоямын. Егер осыны көретсеңіздер, значит мен оның бірдеңе қылып жазып салдым. Өзіме бір мобилограф алу керек еді, мен сыртына түсіріп жүретін.